Welcome to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Biz aldık. I wanna ride, I wanna ride. 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Это мой YouTube. Всем пока! Она меня бросает! Общага, пока! Biz mama ikimiz magazinde жүрміз, маған тамақ алып. Мен қатты уайымдап жүрмін. Бүгін өзім таңертең оянып кеттім. Ал қазір мен магазиндерге бара жатырмын. Маған бір-екі зат алу керек, соған шықтым. Мен подушку алдым самолетқа, потому что 30 сағат сижу. Мен жолға шығайын деп жатырмын, үйдемін. Қазір Қарағандыға барамыз. Қарағандыдан пойызға отырып Алматыға, Алматыдан ұшамын Алла жазса. Солай вот. Прибывает пассажирский поезд. Менің пойызым. Алматыға келдім, аман-есен. Алматыда мен күндіз түсіп, туыстардың үйіне барып, сол жақта кішкене қалдым да, солай түнде өзімнің рейсіме шықтым. Маңызды этаптан өттік біз. Регистрацияны, багажды тапсырып, солай енді күтіп отырмыз кіруге, отыруға. Еще артымызда тоже Orca Travel'мен барғандар, сонымен танысып отырмыз. Отырдық. Вот это наушники. Это вроде перчатки. Это плед. И это жесток. Мен терезенің астына отырғым келген еді. Ұшайын деп жатырмыз. Алла нәсіп етіп аман-есен барайық. Осылай менің ұшақтағы алғашқы сәттерім басталды. Бізге осындай тамақтар берді. Қауын жедім, өте дәмді болды. For your safety, please remain seated with your... Thank you, bye-bye. Thank you. Bye. Ұшақтан кейін аэропортқа дейін жеткізетін трансфер, яғни шағын автобус келді. Соған отырып, аэропортқа да жеттік. Біз аман-есен Катарға келіп қондық. Енді келесі рейсімізға регистрация жасауға бара жатырмыз, себебі уже уақыт екен. Катар әлемдегі ең бай ел болып саналады, сондықтан аэропорттары да өте әдемі, ұшақтары да күшті. Біздер енді отырайын деп жатырмыз. Біз дәл сол авиакомпаниямен ұшып жатырмыз, и дәл сол нәрсе береді, еще мынандай нәрсе берді. Что это такое? Алда біз мұхитты өтеміз, сондықтан 16 сағаттық жол, яғни осы самолетта біз 16 сағат бойы ұшамыз, сондықтан бізге осындай носки, зубная щетка, зубная паста салып берді. Вот Алматы, ал біз мұндамыз. 16 сағат бізде жақсы өтті, ұйықтадық көп, бірнеше фильмдер көріп тастадық осы экранчиктің арқасында. Марвел фильмдері көріп жатыр, мен Энкантоны көріп жатырмын, Сокпен, и бізге осындай нәрсе берді. Солай біз аман-есен мұхитты өтіп Америкаға жеттік. This is International Airport in Miami. Minneapolis, баратын жер. Жақта өздерінің экрандары жоқ, сондықтан бізге Wi-Fi арқылы ғана қосылуға болады.
Еще мен терезенің жанында отырдым. Ура! Тек осы плюс қана болды. Кейінгі минустар өте көп, бізге тамақ бермеді. Еще қараңыздар, чемоданымыз бычыт-бычыт. Капец. Ужас. Тупой ғой. Біз жаңа сұрадық та, қалай такси заказ етеді, почему Uber жоқ па не деп та. Біздің телефонымызда Uber айтып жатыр да, в этом городе не поддерживает деп. Тупой, біз қазақстанский Uber'де отырық қой. Біз аэропортта бір жеп отырмыз. Мамандай самсасын жеп. Ешкім саған қарамайды. Ешкім саған мынандай сынап. Бәріне бәрібір сондай жер күшті ұнайды. Осылай біз өзіміздің штатымызға, Миннесота деген штатқа, Миннеаполис деген қалаға аман-есен жеттік. Менің алғашқы ұшаққа мініп ұшқаным вообще 30 сағат бойы. Бірақ өте керемет әсер. Алда әлі көп влогтар күтіңіздер. Мен жұмысынан, Америкадағы мен тұратын жермен, және осы видеода осы кісілерге үлкен көп рахмет айтқым келеді. Барлық жағдайда бізге көмектесті. Рахмет.